Ассалаумағалейкум достар. Жаңа ғана UFC Fight Night турнирінде Әлиби Идрис Оди Осборн жекпе-жек аяқталды. Жекпе-жек қарсаңында әдеттегідей мен болжам жасаған едім. Енді сол жекпе-жекті бір ауыз сөзбен қорытындылап көрейік. Бастамас бұрын әрине менің арнама қош келдіңіздер. Жазылмасаңыздар жазыла отырыңыздар, ал тұрақты көрермен болсаңыздар, онда өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Лүпілдетуді де, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұны YouTube-та жақсы көреді. Жалпы бұл видеоның алға жылжуына да қолғабыс ететін дүние. Жекпе-жек келетін болсақ, менің ойымша бұл жекпе-жектің қалай өрбитіні, ары қарай қалай жүретіні алғашқы секундтарда айқындалып қойған сияқты. Байқасаңыздар, Осборн бірден шап беріп, былай бас салды қарсыласына. Яғни ортаны басып алмақшы болды, андай бір психологиялық шабуыл, ең алдымен тактикалық, техникалық емес, ең алдымен психологиялық шабуыл. Мен бұл жерде бастым деген сияқты. Әліби не де жауап қайтарды? Ондайға бәлкім кішкене дайын болмаған шығар. Әліби бірден қашықтықтан болса да тейкдаунға өтіп көрді. Яғни, ал мен бұл жекпе-жекте күресем, сенің ойлағанмен келіспеймін деген сияқты. Осындай кіттей дүние, көзге көрінбейтін кішкентай ғана нәрсе, бірақ менің ойымша осы жерде кішкене барлығы айқындала бастаған сияқты. Өйткені Осборн одан кейін райынан қайтып, сондай бір сценарийге қайта оралған жоқ. Біз сол бұрынғы үйреншікті Осборнды көрдік, қарсыласына көп кеңістік береді, айналшықтап жүреді, алыстан айқасуға тырысады, алыстан соққы жасауға тырысады. Екінші фактор бұл Осборнның солақай екеніне назар аудардық. Сол қолдың астына, яғни хук, кросс деген соққылар бар, сол соққылардың астын алып шығуға тырысады деп айттық. Солақай тұрсын қолданып жасауға тырысады, бірақ бұған да жол бермеді Әліби. Яғни алдыңғы аяқтың позициясына көп нәрсе байланысты болды. Алдыңғы аяқты орап отыру керек, алдыңғы аяқтың сыртына жүріп отыру керек деген сияқты. Ол нәрсені де раундтың басында айқындап қойды Әліби. Яғни бұған да мен қатты бір мүмкіншілік бермеймін деген, бұндайға жол бермеймін деген, яғни жеңістің бір кілттерін бірден тартып алғандай болып көрінді. Ал ары қарай біз не көрдік? Сол өткен видеодағы болжамда айтылған дүниелер. Яғни Осборнның осал тұсы күрес. Бұл жерде Америка ашудың қажеті жоқ. Бұл жерде күресу керек, қарсылас астына салу керек, және мыжғылау керек деген сияқты. Мен шыны керек айттым сіздерге, бұл жерде сабмишн, техникалық нокауттың ықтималдығы төмендеу, ең ықтимал сценарий, осы 3 раундтық ұпай санымен жеңіс. Бұл жерде ең маңыздысы не? Бұл ең маңыздысы қазір Әліби үшін бұл дебют, толыққанды UFC-де, сол дебюттен сәтті сүрінбей өту. Бұл жерде шоудан гөрі жеңіс маңыздырақ, бұл сондай бір психологиялық межені бағындыру. Сосын, Оди Осборн кім деп айттық? Біз гейткипер деп айттық. Яғни кіреберісті қорғайтын адам. Әсіресе дебютанттарға бұндай жекпе-жектер өте маңызды. Қазір толықтай UFC-дің ішіне еніп кірген, яғни сол тосқауылды кіреберісті бұзып өтіп, кіреберістен өтіп, толықтай UFC-ге кірген адам деп қарастыра беруге болады. Яғни тексерістен өткен, қазір белгілі бір деңгейдесің, кем дегенде UFC-дің деңгейі деген түсінік бар ғой, сен UFC-дің деңгейісің деп қазірдің өзінде де айта беруге болады. Ары қарай енді қарсылас шама шарқы өзімен біреу болуы мүмкін. Менің ойымша енді қандай қарсылас болады деген сұраққа матчмейкерлердің көңілі жауап беретін шығар, өйткені қазір Paramount келді, кішкене саясат өзгеріп жатыр дегенде UFC-де, оған қоса бұл жекпе-жекте бәлкім көп күрес болмайды деп күткен де шығар, үміттенген шығар деп ойлаймын матчмейкерлер. Өйткені стилистикалық тұрғыдан екеуі, яғни күреспей аяқта тұрып айқасса, біраз шаруа тындыра алады деп ойлаймын, негізі қызық болар еді. Әліби бір-екі рет флеш нокдаун, яғни жеңіл нокдаун жасап та үлгерді. Сосын күреске қатысты тағы мынандай нәрсе бар, енді көпшілік назар аудармаған сияқты мен түсінемше. Екі төреші 3-0 деп отыр, яғни 27-30 деген есеп шығарған. Сөз жоқ, солай болды да, барлығымыз көрдік, Әліби алды. Бір төреші 28-29 деп Әлібиге беріп отыр. Яғни раунд бойынша 2-1. Бұл енді bullshit дейді, бұны америкалықтар. Бұл не мазақ қылғаның, айналайын-ау. Менің ойымша бұған себеп Дана Уайттың күреске, жалпы күресетін жігіттерге қазір бүйтіп теріс батасын беруінде жатыр. Бұның мәні, бұның себебі, бәлкім бірінші раундта көп күресіп қойған. Енді
әрі кетсе үйтіп созып бірінші раундта ғана Осборнға беруге болатын шығар. Оның өзі енді ұят болады ана жерде. Соның өзіне де әйтеуір факт ретінде тіркейік, бір төреші бір раундта Альбиге Осборнға беріп жіберген. Бұл да кішкене ойландыратын жайт. Кішкене саралайтын болсаңыздар, менің ойымша бұл күрестің кесірі. Яғни көп күресіп қойдың, ал мен күресті бағаламаймын. Қазір саясат өзгеріп жатыр. Яғни әр төрешінің өзінің бір өлшем бірлігі бар ғой, иә. Промоушнда белгілі бір нұсқамалар береді, бұл бағытта қалай жұмыс жасау керек. Өйткені күресетін жігіттерді бір рет төрешілер аяқтан шалғанын да білеміз. UFC-дің өзінде ондай жекпе-жектер бар. Сондықтан қатты әсер еткен осы дүние шығар деп ойлаймын. Альбидің бәлкім күреске көп ден қоюы. Бірақ бұл қажет болды. 3 раундта 15 рет тейкдаун жасауға ұмтылған екен, оның 5-еуін жүзеге асырған, яғни 15-тің 5-еуін жасаған. Не жетпеді бұл жерде? Бұл жерде ground and pound жетпеді, және submission grappling жетпеді. Яғни біз ең алдымен submission grappling келетін болсақ, тіпті ондай бір айтарлықтай қауіп болған жоқ, иә, мына жерде қылқындырып тастайды ау, мына жерде бір әдіске ұстап алады ау. Енді бұл Альбидің стилі емес. Бұны біз бірден алып тастаймыз. Альби ешқашанда сондай submission hunter болмаған, иә, яғни submissionдерді кәдімгідей іздеп бір әдістер арқылы алдап алып келіп жасау деген сияқты. Бұл бізде универсал адам, әмбебап, керек кезде қолданылады, бірақ жалпы бұл оң жаңбасына келетін дүние емес, бұл факт. Екінші нәрсе, бұл ground and poundта енді UFC-ге дейін кем дегенде біз көрдік, біраз шаруа тындырылған, бірақ бұл жолы ground and poundты қойып партерде қадағалау біраз қиын болды. Әсіресе мына қолдарын, аяқтың астына салып, тіземен салып, міне енді бас болса тіземен, бас ашық қалды, шынтақпен енді соққыларды саламын деген кезде құтылып шығып келіп жатты. Яғни партерде ұстау жетпей қалды. Менің ойымша бұл ойға түртіп отыратын дүние. Алдағы жекпе-жектерде осыны қосу керек, осыны дамыту керек деген сияқты, осы бағытта жұмыс жасау керек деген сияқты. Өйткені Асыл Алмабаев мысалы Оди Осборнға қарсы қалай ұстау керек екенін көрсетті. Содан кейін тағы бір спортшы ұтылған болатын, Осборн қалай ұстау керек екенін көрсетті. Жалпы қорытындылай келетін болсақ, бұл жерде бір матчмейкинг тұрғысынан өте бір мінсіз дебюттеуге болады. Менің ойымша, бірақ ары қарай әрине қиындайды. Бұл жолы кішкене енді тафтың финалисі болғаннан кейін сәл үміттері болғанда шығар деп ойлаймын. Алдағы уақытта енді қандай қарсыластарды береді Альбиге, сол кезде мына жекпе-жекті матчмейкерлер қалай бағалады деген сұраққа жауап аламыз. Әзірше мүмкін Альбидің өзі де айтып қалар, бірақ әзірше реакциясы бізге белгісіз. Жанкүйердің реакциясын көрдік. Байқасаңыздар, соңғы кездері UFC контекстінде осы нәрсе көп талқыланады, яғни күресетін жігіттердің UFC-ден шығып қалуы, ол барып жанкүйерлерге жұқты. Өйткені Хьюстонда отырған жанкүйерлердің біразда гуілдеп кетті ана жерде, күресті жақтырмай. Бірақ бұл жерде ең бастысы жеңіс қажет болды, және бұл жеңіске әлі жетті. Қызықтың бәрі енді басталады деп ойлаймын. Ендігі қарсылас Оди Осборннан әлдеқайда кем дегенде Оди Осборннан жақсы күресетін адам болады деген сөз. Ал бұл жерде тіпті басқаша жұмыс жасау керек. Енді келесі анонстарды күтеміз. Жекпе-жек енді ғана аяқталды. Ойларым сәл шашыраңқы болып жатыр. Соған қарамастан қызып тұрған кезде бірден жазып тастайын деп шештім. Сіздер де өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Дәл осы видеоның астына комментарийлеріңізді, өз пікірлеріңізді күтемін, және менің әлеуметтік желілеріме шақырамын. Әсіресе Telegram арнамда жиі MMA туралы жазып тұрамын. Сол жаққа да жазыла отырыңыздар. Дәл осы видеоның астына сілтемесін қалдырып қоямын. Ал осымен мен аяқтадым. Қош сау болыңыздар.